Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн баршаңызға. Мен Естайбекова Айшолпан. Қазіргі таңда Қарасай ауданы, Алматы облысы Шамалған ауылының тұрғынымын. Бұрын біз туыстарымызбен, ағамызбен барлығымыз бірге тұрдық. Қазіргі таңда бөлек баспанамыз бар. Бұның барлығы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің арқасында, бақытты отбасы бағдарламасымен алған үйдің арқасында деп ойлаймын. Қазіргі таңда күміс алқа 7 баланың анасымын. Мен сонға барған кезде көп балалы аналарға, отбасыларға баспаналы болу программасымен үй кезекке тұруға бардым. Сол жерде үй кезегіне тіркеліп, сонда отырған кеңесшілерге, банк арқылы отырған сол кеңесшілерге кеңес алдым және өзіме счет аштырдым. Өзімнің арманым баспаналы болып, шаңырағымда өз отбасыммен бөлек тұруды армандадық. Банкке барып, тест тапсыру арқылы сол жерде кеңесші болып жұмысқа орналастым. Және қазіргі таңда жұмыс істеу, қызу үстіндемін. Жұмыс істеп, өзімді көрсетіп, жан-жақты үйрене бастағаннан соң қызыға бастадым. Себебі үй алу, баспаналы болу адамдардың қуанышы екенін және өзімде, өз клиенттерімде баспаналы болуды армандап жүрген адамдардың тілегіне жеткізуге, күш қайратымды жеткізуге тырыса бастадым. Жұмысты қызу істеп, жақсы белсене қатыса бастағаннан маған мақтау қағазы ұсынылды. Сол мақтау қағазы мені жұмысқа ары қарай жігерлендіре түсті деп ойлаймын. Жұмысымды істеп, тиянақты барлығына жауапкершілікпен қарай бастадым. Бақытты отбасы бағдарламасы басталғанда қуанышым қойныма жеткен жоқ. Бақытты отбасы бағдарламасымен үй алдым және Шамалған ауылында Панфилова 71-ші үйді бізге бұйырды. Біз сол үйде қоныс тойын тойладық. Қазіргі күні 7 балалы болдым. Бізге жақында алтын алқа иегері деген береді. Қазіргі таңда өте қуаныштымын жұмыс істеп, отбасымен бірге. Бақытты отбасы бағдарламасының бізге деген жақсылығы 2%-пен 19 жылға және ең бірінші төлемақысы 10% болады. Өзі таңдаған үйімізді таңдап алып берді. Рахмет сізге, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. Өз баспанам болғанда, бұрынғы қуанышымыз тек қана жұмысым, отбасым болса, қазір бөлек өз баспанамыз бар, балаларымыз өздерінің бөлмелері бар, және армандарымыз осы үйіміздің ауласына және бір үй тұрғызу, бақша орнату, демалыс, отыратын жер, жаздық. Соның бәрін арманымыз, алдымыздағы сол алдыға қойған мақсаттарымыз деп ойлаймын. Әрбір адамға ең бірінші счет ашып, жан-жақты қарап, бағдарлап, бағыттап және алдына қойған мақсаты үйді баспаналы болу. Сол баспаналы болу үшін үздіксіз ақшасын салып, барлық уақыт жан-жақты қарап, хабар алып, баспаналы болсын деп тілеймін. Баспанамыз бөлек болып, балаларымыздың бөлмелері, өздеріміздің шаңырағымыз, өз үйім, өлең төсегім болғанда, балаларымның да, өзімнің де қуанышымда шек болған жоқ. Баспаналы болғанда тек қана бір баспаналы, осы баспаналы иегер болғасын, осы ауламызға үй тұрғызып, және де басқа да бұл банкте 50-50 бұл бағдарламаны бірінші алғанда бізге атымызда үй болмағасын көп балалы ана ретінде берді. Ендігі тағы да шарттары бар екен бізде банкте, сол 50-50 менде үй алуға талпынып жатырмын.